Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Алаш KZ арнасының кезекті подкасты. Сіздерді бірінші қасиетті, келе жатқан қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала ниеттеріңізді қабыл қылсын. Және соған орай бүгінгі подкасттың тақырыбы мың айдан да қайырлы қасиетті Рамазан айы болмақ. Және бүгінгі подкастқа келіп отқан қонақтарымыз Абдулла Хазірет мешітінің имамы Нұрмұхаммед Шахасанұлы, және де осы Абдулла Хазірет мешіті жамағатының белсендісі Еркебұлан Серікқалиұлы. Қош келдік. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Енді бұл подкасттың мақсатында осы ел арасында осы Рамазан айына қатысты, оразаға қатысты қандай да бір сұрақтардың басын ашып, осы көрерменге нақтылап берсек деген ойдамыз. Бұйырса, осы қасиетті Рамазан айында ешқандай қате кемшіліксіз оразаны барлық мұсылман қауымына ұстап шығуды нәсіп етсін деп, сондай ниетпен осындай подкасттың тақырыбын қойдық. Соған бірнеше сұрақтарымыз бар. Содан жауап алсақ бұйырса. Енді ең бірінші қасиетті Рамазан айының қасиеті мен орны қандай? Оның Рамазан айы туралы Құранда, хадистерде қандай мағлұматтар келді? Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Рабби яссир ва ла туассир, рабби таммил хайр. Алла Тағала сансыз мадақтар болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Әлбетте бұл Рамазан айы, бұл ерекше. Алланың алдында орны да бөлек. Құранда аяттарда келген, хадистерде келген. Алла Тағала Құран кәрімде аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шахру рамазан аллази унзила фихил Құран. Рамазан айы туралы айтып жатыр. Алла Тағала бұл айды қасиеттілік еткен нәрсе бұл Құранмен, Алланың кәләмімен. Осы Рамазан осындай қасиетті болып тұр. Оның тағда Алла Тағала хадисте, шарифте келген. Алла Тағала хадисе құдсиде келген. Бұл Рамазан айының сауабын тек өзім берем деген. Яғни бұл жерде басқа ғибадаттар, басқа құлшылықтар адамдар өздері үшін жасайды, ал Рамазан ол мен үшін жасайды дейді. Осындай маңыздылық, осындай аяттармен, осындай хадистермен бұл Рамазан осындай дәрежесінің маңыздылығын көрсетіп тұр. Рахмет. Әрине, бұл қасиетті айдың ораза ұстаған әрбір жан білет деп ойлаймын. Сондай бір былайғы күндерге қарағанда да бір жеңілдігін адам сезінеді. Алла соны жеткізсін Рамазан айына бұйырса. Енді екінші бір сұрағымыз, мұсылман адам, мысалы оразаға ниет қылған адам рухани және тұрмыстық тұрғыда қалай дайындалу керек? Мысалға бізде бұрын бастап ұстап жүргенде болды. Ой, небір кішкентай кезімізде жаңағыдай үлкендер ораза ұстағанда небір тәттілер жейміз деп қуанамыз, бірінші тамақ толтырып қоямыз. Жалпы негізі рухани жағы және тұрмыстық тұрғыда бұған қалай дайындаламыз Рамазан айына? Ең бірінші біз өзімізді Рамазан ішінде дайындау керек емес, одан алдын, бір ай, 2 ай алдын осындай Рамазанға дайындықтар жасауымыз керек. Мысалы біз үйге қонақ келетін болса, біз дайындаламыз ғой. Тамағын пісіреміз, өзімізді дұрыстаймыз, үйімізді дұрыстаймыз деген сияқты. Адам да дәл осылай өзін дайындау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның осындай хадис шарифінде келген дұға. Я Раббым, маған осы ережеппен Шағбанды берекелі ет. Және Рамазанға жеткізу нәсіп ет деген. Бұл жерде түсінетініміз, біз өзімізді
осы Ережеп пен Шағбан айында өзімізді дайындауымыз керек Рамазанға. Мысалы айтатын болсақ, намазды мысал келтіруге болады. Парыз намаз. Мысалы бесін намаз деп айтсақ, бесін намаздың алдынан біз не істейміз? Сүннет намаз оқимыз, дәрет аламыз. Сол парыз намазға өзімізді дайындаймыз. Дәл сол сияқты біз де осы Рамазанға алдын ала өзімізді дайындап, жаңа нәпілдер, ораза ұстап, Құран оқып, өзімізді дұрыстап, Құранға түсе алмай жатқандар Құранға түсіп, мысалы тәжвидін дұрыстап деген сияқты осы Рамазанға өзімізді дайындауымыз керек. Сол кезде ғана біз осы Рамазанның маңыздылығын, Рамазанның қандай Алланың алдындағы орнын осындай кезде ғана біз түсінеміз. Егер Рамазанға дайындалмай кіретін болсақ, біз басында осы Рамазанның осындай құлшылық айы екенін, осындай дайындық керек екенін соң жағында түсініп қаламыз. Осының алдын ала біз өзімізді дайындауымыз керек. Әрине дұрыс айтасыз. Ал Еркебұлан, сіздің қандай ақпарат бере аласыз? Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар. Бүгінгі жаңа подкастымызға қош келдік. Бүгін енді жүргізуші жол жүретіне бүгін қонақ болып келіп қалып жатырмыз. Енді баршамыз Алла разы болсын. Бүгінгі негізгі тақырып осы Рамазан айының төңірегінде екен. Жаңағы айтып жатсыз сұрақты, Рамазан айына адам қандай дайындықпен келу керек, рухани дайындықпен деп. Енді осы айға дайындық жүргізген мезгілде адам жалпы рухани осы айдың қасиеттілігін барынша түсінуге тырысу керек. Себебі жаңа ұстаз айтып кетті ғой, Құран Рамазан айы нелігімен қасиетті деген мезгілде жаңа аятта келтіргендей, бұл түні Құран түсірілді деп айтылады. Рамазан айы түнде Құран түсірілді. Значит, осы ай бізге бұл айдың қасиетті болуы бұл Құранның түсуімен болып тұр. Сол секілді бұл қай түні түсті? Бұл Қадыр түні түсті. Бұл түн қасиетке айналды да, қадырлы түн. Қадыр түніміз қасиет түнге айналды. Егер біз сол секілді бұл айда Жабрил алейхиссалам арқылы түсірді бір Құранда. Жабрил алейхиссалам періштелердің ұлығын айналды. Егер осы секілді не нәрсе Құранға жақындаса, сол қасиетке айналып жатыр. Ал егер біз осы Рамазан айында барынша өзімізді Құранға жақын ұстасақ, Құранды оқысақ, Құранның мағынасын үңілсек, бізде сол қасиетке яғни үмітіміз бар да. Сондықтан осы айда сол барынша Құранға жақын болса, Пайғамбар саллаллаху бір хадисінде айтады: "Мен сома Рамаданан иманун ихтисабан, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи" дейді. Кім Рамазан айында шынайы иманмен, Аллаға деген иманмен, сауабын Алладан үміт етіп ораза ұстайтын болса, өткен барша күнәсі кешіріледі дейді. Яғни бұл ай өте үлкен мүмкіндік айы. Ол не нәрсеге? Пенде болғасын адам қателеспейтін адам жоқ. Пайғамбар саллаллаху айтады ғой: "Күллу бани адама хатта". Бүкіл адам баласы қателесушілер. Ва хайрул хаттаина ат-тауабун. Бірақ сол қателесушілердің ішінде ең хайырлысы бұл тәубе етушілері дейді. Сондықтан осы айда барынша тәубеге келіп, өткен күнәларымызға кешірім сұрап, осылай өткізетін болсақ, Аллах Тағала біздің барша өткен күнәларымызды кешіреміз деген өзінің уәдесін беріп тұр. Содан үміт етеміз дейміз. Содан үміт етеміз. Сондай дайындықпен келсек, иншалла бұл айдың бізге берер мол деп есептейміз. Әрине, бұрын мысалға біз былай ойлаймыз ғой, ораза келді, біз таңнан кешке дейін тамақ ішпесек болды. Болды, мен оразамын жақсы өткізіп жатырмын. Біз тек мақсаты оразаның ашығу деп ойладық. Ас пен судан тыйылу ғана. Ас пен судан тыйылу ғана деп ойладық мысалға. Ал оның жаңағыдай сіздер айтып отқандай, ол Құранның түсуімен бұл Рамазан айы қасиетті болды. Және Құранға қатысты, енді Алланың сөзі ғой Құран деген, соған қатысты болған нәрсенің бәрі бір қасиетке былай айтқанда бір берекелі зат болып жатыр. Дұрыс, мысалы кезінде манағыдай түсінген жоқпыз. Енді кішкене осылай анықтама беру арқылы осындай Рамазан туралы енді ниетті басқаша дұрыстаймыз деген ойдамыз. Енді жаңағыдай тек қана ашығу емес, бұл жерде жаңа ниетті дұрыстап, Алла разылығы үшін деп, жаңа бұл 5 парыздың бірі екен деп ұстауға рахмет. Жауаптан енді тағы бір сұрағымыз, ауыз бекіту және ауыз ашу дұғалары бар мысалы оқылатын. Соны енді менің өзімде де болады,
мысалы ауыз ашқан кездегі дұға қабыл болады дегенді естиміз. Және ол ауызды ашпай тұрып дұға қылу керек па, немесе ауызды ашып барып дұға қылу керек па? Енді сол нәрсемен жалғыз мен емес, көпшілік адамның көкейіндегі сұрақ деп ойлаймын. Осыған анықтама беріп кетсеңіздер. Енді сәресіне тоқталатын болсақ, сәресе әлбетте жаңа ниет етіліп дұға жасалады. Осы оразамды қабыл ет, осы бекіттім деген сияқты. Осындай бекітілген кезде дұға қай кезде жасалынады? Сол ораза жаңа таң намазы кірейін деп жатқан кезде осылай дұға жасалынады. Бірақ мынандай сұрақ келеді осы жерде. Бір адам дұға жасап, аузын бекітті, ниет жасап. Осыдан кейін су ішсе бола ма деген осындай сұрақ келеді. Егер таң намазы кіріп кетпесе, ол кезде жаңа су ішсе, жаңа дәрін ішсін, тамақ жесін болады. Мысалы құрма жейді. Бірақ таң намазы кіріп кетпеу керек. Бұл жерде дұға жасалды. Болды, мен аузым жабылды, енді қайтып еш нәрсе жей алмаймын деген нәрсе жоқ. Уақыт шықпаса да. Кейбіреулер осындай болады. Мысалы, мен уже аузым жауып қойдым дейді, мен еш нәрсе жей алмаймын деген сияқты. Жоқ, бұл жерде мысалы аятта, хадисте келгеннен жаңа таң намазы кіргеннен осы ақшам уақытқа дейін осылай келген да. Бұл жерде дұға жасалды, аузың жабылды деген сөз емес. Енді жаңағы ауыз ашатын уақытта дұғаны айтатын болсақ, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келген 3 дұға бар. Ол қайтарылмайды, кері қайтарылмайды деген. Осы жерде осы ауыз ашар кезіндегі дұға кері қайтарылмайды. Сол барынша бұл ауыз ашу кезі өзі бір қуанышқы. Осында адам таңнан бастап кешке дейін өзін, мысалы, Алла үшін не істейді? Халал болған тамақтан, халал болған судан өзін тыйып, сол Алла үшін, осы құлшылық үшін өзін тыяды. Соны осындай ауыз ашатын кезде Алла Тағала оған сондай бір қуаныш, ол адам үшін қуаныш. Және Алла Тағала айтып кеткен, осы жерде хадис құдсинде адамның 2 қуанышы бар. Біреу осы ауыз ашқан кезде, осы қуаныш, судың ішу өзі бір қуанышты негізі. Тамақ ішу, соған жетудің өзі. Екінші қуаныш, ол Алла Тағала сол ораза тұтқандар Алланың алдына барған кезде, Алла Тағала үлкен бір сый берген кезде сол кезде қуанады екен адам. Осыны түсінген адамдар осы оразаны ұстайды. Енді жаңа ауыз ашу кезіндегі дұғаны айырмашылығы бар ма дейді? Тамақтан кейін айта ма? Тамақ ішпестен бұрын айта ма? Мен бұл сұрақты қойып тұрған себебім, осы уақытқа дейін біз дұға қыламыз, әуелі ауыз ашамыз. Бірақ енді сол ауыз ашу дұғасының ішінде Алла Тағала, мен сенің нәсіп еткен ризық несібеммен аузымды аштым деген сөз келеді. Содан манағыдай сұрақ туындайды. Мен тамақ ішіп алып ашуым керек па, немесе су мен құрмамды жеп алып дұға қылуым керек па, немесе бірінші дұға қылып барып құрмамды? Бұл жерде дұға бірінші жасалынады. Дұғадан кейін барып аузымызды ашамыз. Осылай жасалынады. Жарайды. Еркебұлан, осы ауыз ашу, ауыз бекітуге байланысты қандай бір жақсы нелермен бөлісе аласыз? Жалпы жақсы сөз айтып кетті ғой. Жалпы бұл жердегі ауыз ашу мен ауыз бекітудің екеуінің айырмашылығын айтып жатыр да. Енді таң мезгілде, сәрес мезгілде әрине бірінші ішіп жеп алады адам. Содан кейінгі уақытты барынша дұғаға арнайды. Яғни таң намазының уақыты кіретін уақытқа дейін. Соның уақытының алдында біз сақтандыру үшін негізі 10 минут бұрын жабамыз да. Уақыт кіріп қоймасын деген сақтанумен 10 минут бұрын. Сол 10 минут бұрын өзіміз ішіп жемімізді жеп алсақ, аузымызды бекітіп алсақ, осы қалған аралықта бір 10 минут бұрын бекітсек, осы 10 минутты дұғаға арнаса болады. Ауыз бекітіп алғаннан кейін. Ал егер ашар сәтте, ауыз ашар сәтте, онда уақыттың кіруінен бір 10 минут бұрын ертерек келіп дайындалып, себебі сізге беріліп тұрған мүмкіндік. Пайғамбарымыз хадисте айтады ғой, ораза ұстаушының ораза аузын ашар сәттегі дұғасы қайтарылмайды дейді. Ашар сәттегі дұғасы қайтарылмайды. Себебі сіз таңнан кешке дейін Алла разылығы үшін деп аузыңызды бекіттіңіз, өзіңізге адал болған нәрседен. Сіз соны былайша айтқанда ортаға қойып, тәуәссүл сияқты Алладан сұрайын деп отырсыз амалыңызды. Сол бір 10 минут ертерек келіп дұғаңызды қыла берсеңіз болады.
себебі ауыз ашар сәт кіргеннен бастап кешіктірмеген абзал деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Уақыт кірген сәтте бірден ауыз ашуға ұмтылу керек та. Сондықтан кей жерлерде мысалы азан айтқан сәттен бастап бірден ауыз ашып жатады. Бұны бір үлкен кісілер кейде әдепсіздік санап қалып жатады. Негізі бұл әдепсіздік емес, негізі пайғамбарымыз сол нәрсеге ұмтылдырылған. Ал азан айтылған сәттен бастап себебі ар жағына намаз кіріп тұрады ғой. Намазды оқуға уақыт алмас үшін азан айтылған сәттен бастап ауыз аша беруге рұқсат. Сондықтан сол азанға дейін бір 10 минут ертерек келіп, өзіңіздің мұқтаждығыңызды Алладан көбірек сұрап, дұға алып қалғаныңыз абзалырақ. Дұрыс. Жалпы бұл қатты бір тұрып қалатын мәселе емес, кейін дұға қылу, дейін дұға қылу деген. Мысалы таңертең 10 минут бұрын емес, дейінде дұға қылсаңыз болады. Жалпы бұл андай қатты бір қатып қалатын мәселе емес негізі. Әрине, дұға деген, құрметті көрермендер, бұл енді Алладан өзіңе бір жаныңа қалағаныңды Алладан сұрау. Бұны әсіресе қазақта мақал бар ғой, ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Және бұл таңғы мезгіл бір адамға Алладан бір ризықтар бөлінетін уақыт дейді. Біздің қазақ атамыз сондай мақал шығарып кеткен. Ерте тұрған еркектің ырысы артық деп, сондықтан мағадай ауыз бекіткеннен кейін таң намазына жақын қалған уақытта дұға қылса, сол арқылы үйге несібе де береке де кіреді деген түсінікпен мақал айтқан болса керек. Алла тағала қабыл алсын дұға тілектерімізді. Сәресінде де, хадисінде келген ғой, сәресінде береке бар деп. Береке. Сол барынша адам мысалы сәресін жауып болғаннан кейін, тамақ ішіп болғаннан кейін, дұға жасап болғаннан кейін, мысалы қазіргі енді тахаджуд намазында сол кезде оқып алған жақсы болады. Аузын бекітіп, мысалы 2 рәкат намазын оқы Алла үшін. Бұл да бір үлкен сауап та, тахаджуд қаншама мысалы амалдар жасауға болады осындай кішкентай уақытта. Осы жерге бір қоса кетсем, ұстаз маған осы сәрес жөнінде айтып жатырмыз ғой. Жалпы бізде пайғамбар хадисінде айтады, бізбен кітап иелерінің оразасының айырмашылығы бұл сәресінде деп айтады. Яғни бізде кейбір әдет болып қалған, мысалы намаз оқымайтын ағайындарымыз бар. Сол кісілер мысалы таңғы сәресіне тұрмай, кешкісін жатарда аузын бекітіп алдым деп, су тамағын ішіп жатып, бірден таңертең тұрып жұмыстарына кірісіп кетіп жатады да. Негізі осы жерде бір кейбір қателік деп айтсақ та болады, себебі пайғамбар айтты ғой, расында сәресінде береке бар деп. Сол сәресінің уақытында тұрып, кішкентай су болса да, бір құрма болса да жесеңіз, манағы сәресінің уақыты болған себепті сол су мен құрмада береке болады. Сол су мен сол құрма сіздің күн ұзағына ашықпай шөлдемей жүруіңізге сол сәресінің уақыты себепті берекесі болуы мүмкін да. Сондықтан осы сәресінің уақытына қаттырақ мән беріп, осы ауылдастарымыз сол сәресін жібермесе екен. Сонда тастамау керек деп жатсыз ғой. Сәресін міндетті түрде мұсылман адам ішу керек. Соған байланысты біздің қазақта мынадай сөз бар ғой. Таңғы асты тастама дейді ғой. Мысалы кішкентай кезімізде үлкен кісілерден естіп өскеніміз таңғы асты тастама дейді. Мысалы бір үйге таңертеңгі мезгілде барып қалып жатсаң да, бір аяқ шай ішіп кет, я келіп бір нан ауыз тиіп кет деп жатады. Ол сол осы таңғы асқа байланысты айтылған қандай жақсы біздің ұстаным дәстүрімізде, таңғы асты тастама деген жақсы екен. Осы кез бір нәрсе есіме түсіп кетті. Бізде үйде осы кішкентай кезімізде, 4 жас, 5 жаста анамыз сәресіне әр күн тамақ пісіреді. Біз күшті нәрселер болады, мысалы тамақ, басқа да тәттілер болады. Біз соған қызығатынбыз. Егер соған тұрмасақ, қалып кетеміз деген сияқты. Тәмді тамақтардан дейсіз. Сол 4 жас болсын, 5 жас болсын, анамыз айтатынбыз, бізді тұрғыз деп. Егер тұрғызбасаң, біз аш қалып ораза ұстаймыз дейді. Сөйтіп айтып қорықтық. Сол тұратын едік біз. Тұрып, сол тамақты ішіп алып әйтеуір. Түске дейін болса да әйтеуір ұстап алады дедік солай. Солай үйрендік. Мысалы кішкентай кезден осында қызықтыру керек та, мысалы жастарға. Келіндердің қолағаны алтын сырға. Енді сәресіне жақсылап дайындалса, отбасы болып ұстауға мүмкіндік бар екен. Сіздің енді оқиғаңыздан тыңдап отырсақ. Жақсы толық бұл сұрағыма мағлұмат алдым деп ойлаймын. Ал енді мысалға жаңа айтып отырмық қой. Енді бұрын бәрімізде де ондай болды, мысалға. Жаңағыдай кешкісін таңға тұрғымыз келмей, жаңа ішіп
түнде кішкене таңға жақындатып сағат 1-2-лерде ішіп сәресін, осы сәресі деп жатып қаламыз. Ертеңге жалғастыра береміз деп. Бірақ енді олай болмайтын қазір естіп отырық қой. Енді ол міндетті түрде таңертең тұрып сәресін ішу керек. Ол біздің мұсылман дініндегі оразаның ерекшелігі сонда, да? Таңғы астың берекеті бар дегендей жаңа. Енді мысалы адам байқамай ұйықтап қалады. Сәресіге тұрам деп жатады, ұйықтап қалады. Сосын болады енді, әсіресе бірінші ораза ұстап жүрген адамдарда ұйқыдан тұрады, күн шығып кеткен. Сосын ода андай не істеймін деген бір өзінде сұрақ болады да, мысалы. Қалай болады енді, мен сәрес ішкен жоқпын. Мен енді күндіз ораза емес шығармын деген ой келеді адамға. Ниетке бар. Соған не істейді манағы ұйықтап қалған адам сәресіге? Соны айтып жіберсеңіздер. Енді бұл жерде бірінші ниетке байланысты біздің мазхаб, Ханафи мазхабы бойынша Рамазанда әр күніне ниет етілу керек. Бұл әр күні жеке құлшылық болып есептелінеді. Мысалы, тек Рамазан айында мысалы ниет еттім демейсің. Әр күніне ниет етілу керек. Мысалы, біз ниет қалай болады өзі? Жаңа айтып кетіп отырық қой. Тұрамай қалып, сәресінен ұйықтап қалып, мысалы бір таңда тұрып қалады, уақыт өтіп кеткен. Бұл жерде бізде ниет Ханафи мазхабы бойынша түске дейін деп айтылады. Егер сол түске дейін ниет етілсе, ары қарай жалғастырып кете береді. Соңына дейін. Бірақ бұл жерде ниет етілмей, бірақ су ішіп, тамақ ішпеу керек. Тек ниет етеді, ары қарай жалғастырып кеттім де мысалы. Солай істесе, осың Рамазан ары қарай жалғастырып кетеді. Манағыдай ұйықтап қалды, тұрды. Сол жерден мысалы түске дейін тұрды. Мен бүгін оразамын деп ішіне ішкен жоқ, бүгін оразамын деп ниет қылды, болды, ұстап кете береді. Жатарда ниет қылып жатты. Жатқанда енді мысалы ауыз ашқан кезде де дұғаның ішінде бар ғой, мен ертеңгі Рамазан айының ертеңгі күннің оразасына да ниет қылдым деген дұғада сөз бар ғой мысалы. Сол бойынша әр күні оразаның әр күніне ниет етіледі. Ниет етіледі. Дұрыс, жақсы. Біраз нәрседен мағлұмат алып қалып отыр, Алла разы болсын. Енді бір сұрағымыз, мысалға әртүрлі себеп болады. Мысалға Рамазан айын ұстап жүрді, бір командировкаға шығып қалды жұмыстан, немесе адам ауырып қалды, дәрі ішу керек болды. Сондай кезде хайыз, нифас. Әйел адамдардың да өзінің бір жаңағыдай оразасын бұзатын кездері болады. Сондай жалпы ораза қаза болған кезде Рамазан айында оны қанша уақыт аралықта адам өтейді және қалай өтейді? Оның белгілі бір мерзімі бар ма? Жақсы сұрақ. Бұл жерде көп мысалы қаза көбінше мысалы әйел кісілерде болады. Хайызға, нифас, бір әртүрлі жағдайлар, мысалы ауру адам дәрісін ішу керек болып қалады. Осылай Рамазанда оразасын қаза қылып қояды. Енді осын қалай өтеу керек? Ораза қазасы бар адам ораза ұстай ма деген нәрселер болады. Мысалы кейбіреулер сұрайды, мысалы оразада мен қазам бар ғой, онда ораза ұстамаймын деген сияқты. Бұрынғы Рамазаннан қазасы бар, енді мына оразаға Рамазанға келіп қалып тұрмын. Енді қалай ұстаймын дейді ғой. Жоқ, бұл жерде бөлек Рамазанда әрбір мұсылман адам жаңағы балиғат жасқа толған, мысалы жолаушы емес адам, мысалы ауру нелер болады, ондай емес, жолаушы емес адам осы оразада Рамазанда ораза ұстау керек. Әрбір адамға парыз болып есептенеді. Қазасы болсын, болмасын. 100 күн оразасы қазасы болсын, одан аз болсын. Бірақ бұл жерде қазан бар деп тек ораза ұстап қазалар тастап кетуге де болмайды. Қазаларды әлбетте олардың қазасын өтеу керек. Ол мойындағы әрбір адамның мойындағы парыз болып есептенеді. Ораза, намаз, бәр сол ішіне кіріп кетеді. Енді Айша анамыздан келеді. Айша анамыз барынша осы соңғы Шағбан айындарда
ораза ұстайтын болған қаза намазын. Қалай қаза? Жаңа нифас кездерінде жаңа қалып кеткен намаздардың бәрін сол Рамазанға дейін бітіріп, одан кейін Рамазанды солай қазасыз бастап кеткен. Осы нәрселерді біз барынша өзіміздің қазаларымызды өтеуіміз керек. Және де қаза өтеген кезде оны әр күн қазаны өтеу керек емес. Оны өзіне мысалы күн ара немесе өзі былай дұрыстап есептеп жаңа тәртіп қойса да болады. Қатар-қатар ұстау емес, мысалы арасына күн салып болса да әйтеуір мына Рамазаннан келесі Рамазанға дейін өтеп тастауға толық мүмкіндігі бар дейсіз ғой. Жақсы. Енді Еркебұлан, мысалға сізді қаншама жылдан бері енді осы жамағаттың белсендісіз, мысалға енді біраз діни кішкене танымыңыз да бар, біліміңіз. Енді сізде қандай Рамазан айында ұстап жүрген кезіндегі басында бір түсінбеген қиыншылықтар болды, оның шешімін қайдан таптыңыз? Соны айтып жіберсеңіз. Жалпы енді осы Рамазан айына қатысты аят келеді ғой, мана Бақара сүресінде. Сол аятта осы нәрсені қозғап кетеді. Аллах тағала астағфирулла айтады: "Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран". Рамазан айы сондай, бұл айда Құран түсті дейді. Енді осы айда аяттың жалғасында айтады: "Фаман кана маридун ау аля сафарин фаиддатун мин айямин ухр". Осы жерде Аллах тағала жеңілдік көрсетіп жатыр. Егер бұл айда кім маридун ауырып қалса, ау немесе аля сафарин сапарда болса, фаиддатун мин айямин ухр, қазасын басқа күндер толтырып берсін дейді, өтеп берсін дейді. Яғни бұл ауырып қалу, бұл сапарға шығу, бұл өзі қиыншылық болғандықтан Аллах тағаланың өзі бұл айда жеңілдік тудырып жатыр. Яғни бір ауырып қалса, аузын ашуға деген не бар? Рұқсат бар. Біз масқа бойынша. Егер ауырып, мысалы, асқазаны ауыратын адамдар болса, мысалы, ол адамдарға дәрі ішетін үзбей бұндай жағдайда жеңілдік қарастырылған. Және бір сапарға шығатын болса, енді бір қаралатын нәрсе, сапарға шыққан мезгілде, егер сапарға шығатыны түнде белгілі болған адам, ол түнде келесі күн сапарға шығатын болса, таңда аузын бекітпейді. Егер сол күн ораза ұстамаймын деп ниет етсе. Ал егер сапарға шығатын күні шыдайым, сапарым жеңілдеу, шыдап берем дейтін адам болып, таңертең аузын бекітіп қойған болса адам, онда бұл адам сол күнгі оразаны толық ұстап шығу керек болады. Неге? Себебі таң сәрісінде аузын бекіткен себепті. Бастаған оразаны аяқтаған дұрыс. Яғни сапар екен деп, манағыдай аузын бекітіп, таңертең күнді ашып жібермеген абзалырақ. Сондықтан алдын ала белгілер болса, онда бірден сапарға аузын ашып шығады. Сол секілді ауырып қалған адамдар, сосын кейін Рамазан айы болсын, Рамазан айынан басқа айда болсын, бұның орнын толықтырып береді. Және сол Рамазан айындағы сауапты алып кете береді. Бір адамда ойлап қалуы мүмкін, мен Рамазан айында ораза ұстай алмадым, басқа айда ораза ұстасам, Рамазан оразасын қазасы өтесем, сауап ала алмай қаламын деген үміт болып қалады. Ондай өкінішті нәрсе жоқ, сол сауабын Аллах тағала иншалла нәсіп етеді дейміз. Сіздің мысалға намаз бастап жүрген кезде, мысалы ораза бастап ұстап жүрген кезде бір менде сол болған қиындық, жаңа нәрсені біз басында түсінбей, аузымызды бекітіп алып сапарға шығып кетіп, сапардан күндіз енді кішкене шөлдей бастаған мезгілде манаға кішкене сапардамын ғой деген нәрсе жеңілдік бар ғой деп, сапардағы нәрсе деп аузымызды ашып берген мезгілі болды. Сол себеп сол үшін айтып жатырмын. Негізі сол енді кез келген нәрсе білімсіздіктен болады ғой, Аллах кешірсін білмегенімізді. Бірақ сол нәрсені негізгі жиі қайталап, негізі Рамазан айына негізі дайындықпен келген мезгілде осы Рамазандағы оразаның бір бабын бір оқып қайталап кірген жақсы ма деп ойлаймын. Себебі кез келген нәрсеге бір дайындықпен келеміз ғой. Сол секілді Рамазан айына да алдын Рамазан ораза басталмас бұрын осындай подкасттар қарап шықса, болмаса бір кітаптардан қарап шықса, бір дайындықпен кірсе, ол ораза ұстаушыға үлкен жеңілдік алып келеді деп ойлаймын. Әрине дұрыс айтасыз, бірақ біздің подкастымыздың да басты мақсаты осы кітап қарамайтын, тек қана әлеуметтік желі қарайтын жандар үшін осындай сұрақтардың жауабын жеткізсек деген мақсат. Алла мақсатымызға жеткізсін. Дұрыс, енді бұл жерде түсініп отырғаным, сапарға ертең мысалға Атырауға жүрейін деп отырмын дедің ба, мысалға сенде таңертең ауыз бекітпей-ақ шыға беруге болады. Сол кезде сен күн ұзаққа аузың ашық қойып жүреді. Ал таңертең бекітіп, содан кейін барып сенің бір жаққа барып келуің анықталғанда, ол кезде шама келсе соңына дейін сол күнгі оразаны ұстау керек. Дұрыс.
Жақсы. Рамазанның мысалға болады былай. Мен биыл ораза ұстайын ба деп ниет қылып едім деп, мысалға әсіресе алғашқы бастап ұстап жүрген кезде адамдар сөйтіп ниет қылады да тәуекел жетпей жатады бастап кетуге. Мысалға Рамазан кіріп кетті. 3-4 күн болды кіріп кеткенде, мысалы тіпті 10 күн болды деп те айтайық мысалға. Бірақ содан кейін ұстағысы келіп жүр адам. Бірақ енді ұстайын десе 10 күн өтіп кетті, ой мен кешіктім. Енді келесі жылы оразада ұстарым дейді мысалға. Сол кешіккен адам қалай болады? Yani қалай бастайды? Ұстай ма, ұстамай ма сол Рамазан? Өте жақсы сұрақ. Бұл Рамазан әлбетте ол басынан бастап ұстаған дұрыс, абзалдығы. Бірақ егер бір адамдар болады, жаңа сіз айтқандай, ортасына барған кезде түсінеді оның маңыздылығы, оның парызы екенін, оның сауабының көптігі екенін. Бұл жерде Рамазанды ұстай береді, ары қарай жалғастырып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне келеді. Пайғамбар саллам құтпаға шыққан кезде, құтпа оқиын деп жатқан кезде, жаңа 3 баспалдақ болады. Сондай бірінші баспалдақ басқан кезде әмин деп айтады. Екінші баспалдақ басқан кезде әмин деп айтады. Үшінші баспалдақта тағы да әмин деп айтады. Сол кезде жаңа құтпа бітті, намаз біткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сахабалар сұрайды. Бұндай нәрсені біз алдын көрмедік. Неге бұлай жасадыңыз деген сияқты осындай сұрақ қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде маған Жәбірейіл келді дейді. Жәбірейіл келіп, жаңағы Рамазан келіп, ораза ұстамағандар, күнәлар кешірмегендер құрсын дейді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әмин деп айтқан. Осы бұл жерде Рамазанның маңыздылығы қаншалықты. Сондай Жәбірейіл алейхиссалам сол Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсіп, оның Рамазанын келіп, сол ораза ұстамаған адамның құрсын деген, сондай жаман адам екенін бұл жерде көрсетіп жатыр. Сол барынша, егер соны Рамазан ортасында болсын, аяғында болсын, біздің тәубеміз сияқты ғой. Біз тәубеміз қашанға дейін болады? Өлім аузына дейін, өлгенге дейін. Сол сияқты біз Рамазанды да барынша басынан бастап ұстап, аяғына дейін жеткізуін Алладан сұрауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде жаңағыдай ораза Рамазан айы келіп тұрып, ораза ұстамаған адам құрсын дегені, мұсылман болып тұрып, парыз болған затты жасамау деген нәрсе ұят деген сөз ғой. Өзім мұсылманмын деп тұрған адам Рамазан айы келіп тұрып, ораза ұстамаса, ол енді ұят деген сөз ғой. Бұл енді үлкен мүмкіншілік беріледі деп тұрған. Рамазан айының үлкен мүмкіншілік беріліп тұрған мезгілде бұл мүмкіндікті пайдаланбау, бұл өте өкінішті нәрсе екенін Пайғамбарымыз білдіргісі келіп отыр. Соны білдіргісі. Себебі Рамазан айында қаншама түндердің берекесі бар, дұғалардың қабыл болуы бар, күнәлардың кешірілуі бар, рызық несібелердің таратылуы бар. Түнде сол нәрселердің бәрін мүмкіндік беріліп тұрған мезгілде бұдан айырылу ең үлкен өкініш екенін көрсеткісі келіп айтылып жатқан нәрсе. Дұрыс айтасыз. Бұны енді және бұл Рамазан айының сондай бір оразасын ұстау қаншалықты жақсылық екенін қазір енді Құдайға шүкір елімізде дін жақсы насихатталып, адамдардың көзі ашылып отырған кезде оны бәрі жақсы біледі деп ойлаймын енді өз басым. Әйтеуір шүкір ауылымызда да ораза ұстаушылардың саны жақсы көбейіп келе жатыр. Бір-бірін ауыз ашарға шақырып, оның бәрі қазақтың, мұсылманның бір-біріне деген ниеті, бір-бірін қонаққа шақыру, ауыз аштыру, соның сауабын білгендіктен деп ойлаймыз енді. Жақсы. Енді жалпы ораза ұстау Алланың алдындағы құлшылығымыз ғой бірінші. Және оның басқа қандай мақсаты мен қандай тәрбиелік жағы бар ораза ұстаудың. Және бұл ғибадат, бұл құлшылық адамға не береді деген сұрақ туады. Бұл Рамазан айы адамға үлкен мүмкіншілік, алдыңғы айтып кеткендей, Рамазанға үлкен дайындық керек. Бұл жылына бір рет келетін нәрсе Рамазан айы. Бұл айға жетіп жатқандар бар, жетпей жатқандар бар адам. Осы айдың сондай маңыздылығын білу үшін біз алдын ала
жаңа Құрандан, хадистен, ғалымдардың сөзі, бұл жерде қай жерде қасиеттілігі бар, қай жерде дұға қабыл болады, солардың бәрін біз зерттеуіміз керек. Қалай болса аузымыз ашылып кетеді дейді. Осы жерде тағы қосып кететін нәрсе бар. Біз осындай дайындық жасаймыз ғой. Шайтан да дайындалады екен осы айға. Осы айға дайындалады екен. Енді шайтан бұл айда кісенденеді. Тек адам өзінің нәпсімен жұмыс жасайды. Шайтан қалай дайындалады? Алдын ала осы ораза келмей тұрып адамды дайындайды екен. Ораза ұстатпауға сондай дайындайды. Біз осы нәрселерді түсініп, өзімізді дайындауымыз керек. Жаңа құлшылыққа, ораза ұстауға, Құранға түсуге. Оразаның қабыл болғанын қалай білеміз деп айтқан кезде, ораза біткен кезде дейді, адам өзгерсе, өзінің сондай сабырлы болуға және өзінде бір өзгеріс пайда сон көрсе адам, оның оразасы қабыл болғаны. Осылай өзімізді дайындауымыз керек. Бұның тәрбиелік мәні жаңағыдай тұрақтылық, сабырлыққа тәрбиелейді дегіңіз келіп отырған. Еркебұлан, сіздің қандай бір оразаның қандай тәрбиелік мақсатына көз жеткізген кезіңіз болды? Қандай бір мақсатыңыз болды осыны қойған? Жалпы енді оразаның мәні тек қана бұл ас пен судан тыйылуда ғана емес. Себебі бұл жерде Рамазан бұл адамға сол таңнан кешке дейін аш жүрудегі мақсат бұл басқа жағдай мұқтаж, сондай аш жүрген, сусыз жүрген адамдардың жағдайын сол моментте түсінеміз. Себебі әркім басына түспей ол нәрсені түсінбейді ғой. Ал егер осы айда өзіміз аштық пен шөлді сезінгеніміз кезде, біз оны бір сауап үшін осы айда ғана бір сезінетін сезіміміз болса, ал бұл сезім бір адамдарда күнделікті болып жатқан сезім болуы мүмкін. Оларды түсіну үшін бұл жағдайды бастан кешіру керек болады. Сонда адам мейірімі ояна бастайды, осындай халде жүрген адамдарға деген жанашырлығы арта бастайды. Сондықтан бұл аштық, бұл шөл, бұл адамға көптеген хикметі бар. Себебі адам денесі айтады ғой, тән әлсіреген мезгілде ғана ол күнәға деген махаббат әлсірей бастайды дейді. Тойып тұрған адам мен аш тұрған адамның екеуінің былайша айтқанда қызығушылығы, бір рахатқа деген ұмтылысы бірдей бола бермейді. Себебі аш болып тұрған адам, әлсіз болып тұрған адамның басты мақсаты тамақ пен су болып тұрады. Ал тоқ адам бұл әрқашан ойын күлкіге, ойын сауыққа, көбірек күнәға бейім болып келеді. Ал әлсіреген мезгілде пайғамбарымыз сонда кейде хадистерінде айтады ғой, егер бойдақ болсаңыздар, үйленіңіздер, болмаса ораза ұстаңыздар деген бір рекомендация ретінде айтылған хадистер бар да. Неге? Себебі адамның тәні әлсіреген мезгілде күнәға деген бейімділік азаяды. Сондықтан осы айда бұл сондай адам тәнін әлсірету арқылы өзінің нәпсісін тәрбиелейді. Яғни бұл нәпсі тәрбиелеуге деген өте үлкен мүмкіншілік айы. Себебі осы бір айда өзіміз сабырлықты үйренеміз, тамаққа деген, асқа деген сабырлықты үйренеміз. Яғни бұл айда адал болған нәрселерді таңнан кешке дейін өзімізді тыйып жүрсек, басқа қалған 11 айда арам болған нәрселерден өзімізді тыю жеңілдей түседі. Себебі адал болған нәрседе бір ай тыясыз, қалған 11 айда былайша айтқанда бұл ай шағын медресе деп айтса да болады. Бір ай өзімізді барынша тәрбиелейміз. Кейбір ғалымдарымыздың сөзі бар ғой, ораза Рамазаннан кейін басталады дейді. Сол секілді намаз мешіттен шыққан сәтте басталады дейді ғой. Сіз намазда тұрған мезгілде барынша өзіңізді Құдайдың көріп тұрған, сезініп, иіліп тұрып құлшылық етесіз. Мешіттен шыққан мезгілде осы қалыпта адам қалу керек. Сонда сіз намазхан ретінде есептелесіз. Сол секілді Рамазан айы кірген сәттен бастап сіз өзіңізді тәрбиелеп, мінезіңізді тәрбиелеп, өзіңізді барынша тәрбиелейсіз. Енді бұл қашан көрінеді десе, Рамазан айы біткен сәттен бастап көрінеді. Ата бір көріп жатамыз, Рамазан айында өзі барынша тыйылады. Ішетін адамда ағайындарымыз бар, темекі тартатын ағайындарымыз бар. Бір ай қояды да, Рамазан айы бітті деген сәттен бастап қайтадан өздерінің сол әдетіне көшіп жатады. Яғни ол Рамазаннан қатты пайда алмаған деген сөз. Неге? Себебі Рамазан айы бізге үлкен мүмкіншілік. Сіз 30 күн бойы өзіңізді егер бір жаман әдеттен тыюға ниет етсеңіз,
сізге үлкен мүмкіндік бар. Сіз 30 күн бойы темекі тартпаған адамның 30 күннен кейін темекіге деген шахуат ашылмайды, азаяды. Сондықтан осы айда мен бір жаманшылықтан тыйылғым келеді, мен осы айда өтірік айтудан тыйылғым келеді, мен өсек айтудан тыйылғым келеді, мен темекі тартудан тыйылғым келеді, мен осы спирттік ішімдіктерді ішуден тыйылғым келеді деген адамға бұл бір ай өте үлкен мүмкіндік. Сіз бір ай Алла разылығы үшін деп шыдасаңыз, қалған айда Аллах тағала жеңілдік беріп қоюы әбден мүмкін. Дұрыс айтасыз. Аш адам тек қарнын тойдыруды ойлайды ғой, жалпы. Мен жаңа қазақта бар ғой сөз. Аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш баланы ойламайды дейді ғой. Соның бәрі осындай қандай керемет тақырыпқа сай мақалдар есімізге түсіп отыр. Жаңадай шынында да адам ауырса да айтады ғой, сау адамның 1000 арманы бар, ауру адам 1 арманы бар деп. Сол сияқты аш адамның да бір қарнын тойдырсам деген, тоқ адамның ойына неше түрлі, мысалға, енді жаман ойлайтын адамға, жаман нәрсеге жақсы ойлайтын адамға жаңа идеялар туады дегендей. Дұрыс, жақсы, сұрақтарды жақсы толық қамтып жатсыздар. Енді жаңа сіз сөзіңіз арасында келтіріп кеткен, енді арақ ішу мәселесі, бұл енді бір сұрақтың реті келіп тұр. Рамазан айына дейін, мысалға, ішімдік тұтынатын адамдар бар. Енді сол кісілерде, мысалға, тыйылғысы келеді, мысалға, Рамазан айының оразасын ұстағысы келеді. Енді азымыз жаңағыдай бір әдеті бар. Сосын енді ойлайды ғой, енді бәрінің де жүрегінде иман бар ғой, енді осы мұсылманмын деген адам. Сол ораза ұстағысы келген кезде, мысалы, жаңағыдай бір сөз бар. 40 күнге дейін жаңа дұғасы қабыл болмайды, 40 күн бойы тазару керек деген ойына келеді адам. Сосын мен енді міне ертең уже Рамазан кіріп кетейін тұр, мен енді бір кеше алдың күні қонақтықта болып қойып едім. Маған болмайды шығар деп ойлайды мысалға. Сондай кісілер не істейді? Енді бұл жалпы қоғамдағы сұрақтар болғасын, осының сұрақтың бәрін қамтып кетуге тырысып жатыр. Соған жауап беріп жіберсеңіздер. Хадистерде келген, мысалы 40 адам, арақ ішкен адам 40 күндік құлшылығы қабыл болмайды, дұғасы қабыл болмайды деген. Бұл жерде мақсат ол адамның жаңағы сол уақытта жасалған ғибадатының сауабын алынбайды деген. Бірақ оның жасалып жатқан амалдары қабыл болады, бірақ сауабы алынбайды деген. Бұл жерде тағы да айтып кететін арақтың соншалықты жаман екенін, соншалықты иманымызға қатты әсер ететінін осы хадистен көруге болады. Дұрыс. Еркебұлан толықтыратын жаңа өзіңіз ойыңыздан жарайды. Енді арақтың жаман екенін, оны еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін бәріміз білеміз. Бірақ енді манағыдай енді қоғам болғасын әртүрлі адам бар, және сол әртүрлі адамға да біз осындай жолды көрсетіп беру мақсатында қойылып жатқан сұрақ болады. Қоғамда жүретін сұрақтар. Қоғамда жүретін сұрақтар. Енді намазға, оразаға енді ұстап бастап жатқан кісілер бар оразадан. Бірақ бір жаман әдет бар, темекі шегу. Тыйылады, тамақтан да бәрінен де күндіз тыйылады. Бірақ енді кешкісін ауыз ашқаннан кейін болады деген нәрсемен темекі шегіп қойып жатады. Енді ол нәрсені тастау қиын деп жатады. Бірақ енді ол кісілердің ондай несі Рамазанына қалай әсер ете ме? Енді оның несі қалай болады жаңағы? Ол кісілерге қандай ақыл кеңес, насихат, шариғи тұрғыдан айта беретіңіз? Жаңа біз айтып отырмыз ғой, Рамазанға өзімізді дайындау керек. Дайындалып көруіміз керек. Рамазанның маңыздылығы, құлшылықтың маңыздылығын егер адам осы нәрсені білетін болса, бұл темекінің ол жерде қойып кетеді ол адам. Біз бірінші ниетімізді дұрыстауымыз керек. Кім үшін жасап жатыр? Құлшылық. Одан кейін темекінің қаншалықты зиян екенін түсінуіміз керек. Сол кезде Алла Тағала әлбетте ол адамға жеңілдік береді. Жаңа соны тастап кетуге, қойып кетуге. Егер бір адам бір амалға соны жасамауға тырысса,
сол кезде алла тағала ол адамға көмектеседі. Сол барынша ондай мысалы жақсы мен жаманды бір жерге қосып кетуге болмайды, қосуға болмайды. Жаңағы ауыз ашып дұға жасап сонша құлшылық жасап болғаннан кейін ол темекі шеккен бір әдепсіз болады да, жағымсыз жаңағы құлшылыққа. Сонша жасадым деп мысалы одан кейін темекі шеккен бұл дұрыс болып есептелмейді. Иә, әрине. Жаман нәрседен тыйылуға Рамазан айы бір үлкен бір мүмкіндік да. Мысалға бір жаман қоя алмай жүрген әдеттер болса, мысалға біреулер мысалға темекі шегеді, біреулер бір боғау сөз айтып сөйлеу мүмкін, мысалға соның бәрінен. Енді Рамазан айының мақсатын түсінген адам болса, мақсатын бұл нәрселерде жеңіл өтіп кетеді деп ойлаймын. Себебі әрбір құлшылықтың бір ниет етілген мақсаты болады ғой. Себебі мысалы намазды алсақ, Аллах тағала Құран кәрімде айтады: "Ақимус сола, иннас солата танха анил фахшаи вал мункар" дейді. Намаз оқыңдар, намазда тұрғызыңдар, себебі намаз сіздерді жамандықтан, арсыздықтан тыяды дейді. Яғни намаздағы мақсат не екен? Намаздағы мақсат бұл жамандықтан, арсыздықтан тыйылу. Егер қандай да бір адам намаз оқып жүріп, арсыз, сондай жаман нәрсемен айналысып жүрсе, значит, оның намазында деген қателік бар деп есептелінеді. Себебі намаздың мақсаты орындалмай жатыр. Сол секілді оразаның да өзіндік мақсаты бар. Бұны Аллах тағала Құран кәрімде айтады: "Астағфирулла, кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун" дейді. Ей иман келтіргендер, ілгергі үмметке парыз етілгендей сіздерге де ораза парыз етілді. Мүмкін Аллахтан қорқарсыздар, мүмкін тақуалыққа жетерсіздер деп айтады. Осы аятқа қарап тұрсаңыз, оразаның өзінің парыз болуының негізгі мақсаты лааллакум таттақун, мүмкін Аллахтан қорқасыңдар деген. Яғни негізгі адам таңнан кешке дейін мысалы тамақ жемей жүруі, бұл былай қарасаң Аллахтан қорықпайтын адамға бұл амал, былайша айтқанда күндіз сізді аңдып жүрген адам жоқ. Егер сіз оңашада қалып су ішіп алсаңыз, оңашада қалып тамақ жеп алсаңыз, сізді айналаңызда адам көрмесе ешкім айыптай алмайды. Бірақ біз амалға не үшін бармаймыз? Құдай көріп тұр ғой деп бармаймыз да. Сол амалға бізді ораза тәрбиелейді. Құдай көріп тұр ғой деген сезімді өзімізге сіңдіру үшін. Сол секілді бұл Аллахтан қорқу деп есептелінеді. Егер біз Аллахтан қорқуды есептесек, біз оңаша қалған мезгілде темекі тартуды да, оңаша қалған мезгілде арақ ішуді де, бұндай бір қылмыстарды, күнәлі істерді біз егер оразаның мақсатын түсінсек, біз бұл айда бұндай жаман әдеттерді жасамайтын едік. Сондықтан оразаның негізгі мақсатын түсіну керек, Аллахтан қорқу керек, Аллах бізді әр жерде көріп тұр деген сезіммен құлшылықты жалғастыру керек. Сонда адам бұндай арсыз, жаман істерге бармайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Иә, ол ауыз бекіткен адам Құдайдан қорыққаннан, Алла көріп тұр деген іспен жаңағыдай Рамазанның айының оразасын бұзбауға әрине тырысады. Енді мынадай бір сұрақ бар. Оразаны қай жастан бастап парыз болған мұсылман адамға? Міндет болған. Мысалға балиғат жасына дейміз, бірақ оқушылар бар. Ораза ұстағысы келеді. Сол сұрақты да бір қамтып кетсек, енді біз қоғам болғасын, ол сұрақта бізге керек. Соны білгіміз келеді. Біз осы имам болғаннан кейін біздерді де мектепке шақырады. Осы оқушыларға түсіндір, Рамазанда ораза ұстау керек па? Ұстау керек емес. Білім жаңағы біреулерге оразамын деп мектептен қалып кетіп жатқандар бар. Оразамын деп үйінде жатып алып жұмыс жасамайтын мысалы оқушылар бар деген сияқты. Осындай бізді мектептерге шақырады, осындай мақсатта. Кейбір мұғалімдердің түсінігінде балиғат жас деген бұл 18 жас деп түсінеді. 18 жасқа адам толған адам сол балиғат жас деп. Ал біздің шариғатымызда еркек адам жаңағы 12, 13, 14 жас әртүрлі болды. Бұл жерде қалай білеміз? Шахват деп айтылады. Мысалы, шахват адамның жаңағы шахваты болған кезде сол уақыттан адамға бүкіл құлшылық, жаңағы намаз, ораза, зекет, солардың бәрі сол адамға парыз болып есептелінеді. Мысалы, әйел қыз баласы 9 жастан деп айтылады. Бұл да
әртүрлі жаңағы жастар болады. 9, 10, 11 әркім жаңағы жетілуіне байланысты. Физиологиясына байланысты. Осыған орай оқушылар жаңағы егер балиға жасқа толған болса, жаңа шариғат бойынша ұстаймын деген оқушылар ұстау керек. Бірақ ұстаған кезде де мектепте жаңағы біліміне, мектепте зиян тимеу керек қой. Бұл жерде оразаны сылтауратып сабақ оқымай қалмау керек, сабаққа бармай қалмау керек. Бұл жерде менің түсінгенім, мысалға оқушылар ұстаймыз дейді, жақсы. Енді жақсы нәрсе, ата-анасы да оған енді бір рұқсат бергісі келеді. Бірақ енді бұл жерде баланың өзіне байланысты дегіңіз келіп тұр. Мысалға балдар оразамын дейді де түнімен телефон қарайды мысалға. Таңертең ауыз бекітіп жатамын дейді. Ол ертеңгі күннің мысалға білім алуына кедергі болады. Ол соны мұғалімдер көріп отырғасын, енді ұстаздар айтады ғой сіздерге дұрыстап түсіндіріп кетіңіздер деп. Сондықтан енді мына подкастты көріп отырған әрбір оқушы бала болса, мен айтқым келеді. Егер ораза ұстайтындай болса, жаңағы имам айтқан кезде, имамымыз айтқандай, уақытында телефонды ол ай бойы телефон қарауды қысқартып, уақытында сағат 9-10-да демалуға жатып, таңертең ерте тұрып, білім алуға ораза кедергі қылмау керек. Сондықтан ұстаймын деген ниеттеріңіз болса, Алла қабыл етсін. Және ораза айында ата-анаға да, ұстазға да ешқандай бір қосымша ауыртпалық келтірмей, және оразаңда берекелі болып ұсталу үшін уақытында жатып, уақытында тұрғандарыңыз жөн болады. Дұрыс қой? Айтып кететін, мысалы оқушылар мектепте ауырып қалады, оразамын деп, жаңа біреулер талып қалады деп айтады. Бұлар оразаны дұрыс ұстамағаннан. Қалай ұсталу керек, қай уақытта ашу керек дейді. Мысалы кейбір оқушыларды естеміз, ауыз ашар кезде газдалған сумен ашып жібереді. Аш қарынға ондай нәрсе болмайды. Мысалы жылы су, құрмамен сондай ашу керек. Ол газ, сусындарды тамақ адам тойғаннан кейін ішетін нәрсе де ол. Солай адам өзінің асқазанын құртып алады. Сәресін ішпей қалады деген сияқты нәрселер болады. Сол ішпей жаңағы сабаққа кетіп қалады. Сол жерден ұйықтап қалады. Сол әртүрлі талып қалады, ауырып қалады деген. Сол ауырып қалады дегенге қосып кететін нәрсем бар. Егер бір адам өзін қатты, әлсіз, нашар, өзін сондай сезініп жатқан болса, қиын сондай ол кезде ашылу керек. Бірінші орында адамның денсаулығы есептеледі. Одан кейін бір оқушылардың асқазандары ауыру мүмкін. Ол әлбетте бірінші дәрігерге барып, егер дәрігер саған болмайды, ұстамауың керек деп айтылса, ол кезде ұстамау керек. Денсаулық бірінші орында тұр. Сіз енді Еркебұлан жастармен кішкене біраз жұмыс жасап жүрсіз. Мысалы жастардың арасында небір спорттық сайыстарда қатысып ұйымдастырушы болып жүрсіз. Енді осы ораза ұстауда жаңағы жастарға, әсіресе оқушыларға қандай ақыл кеңес айтасыз? Жалпы таяқтың екі ұшы бар дейді ғой. Негізі мұғалімдерде жалпы оқушылардың ораза ұстауына іле-шала қарсы болды деп айта алмаймыз. Бірақ сауат ұстауына себеп болғысы келеді да ұстаздар. Сауат ұстау дегеннің бір несі, ұстаз айтып отыр ғой. Бала болғасын ол үлкен адам секілді емес, ол әрқашан ол қателікке, балалыққа албырту түсінік нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан оны түсініспеушілікпен қарап, оған наоборот түсіндіру керек көбірек. Қалай сауат ұстаған дұрыс. Манағыдай ауыз ашар мезгілде газбен ашып, болмаса бірден тәттімен шоколадпен көп жеп, сонымен тамақ жемей аппетитін бұзып, өзінің осылай болатын болса, өзінің асқазандарын кетіріп алуы мүмкін де. Сондықтан барынша балдар болса да, ұстаған оны қызықтырып түсіндіру керек. Бірақ онда да манағыдай балиғат жасына жеткен балдар болған дұрыс. Егер кішкентай қызығушылықпен балдар айта береді ғой, ұстаймыз деп. Бірақ егер мектептің жағдайында сабақтарына кедергі болатындай жағдай болса, тек қана болса қыз балаға 9 жас пен 12 жастың аралығында, болмаса ұл балаға мысалы 12 жас пен 15 жастың аралығында болса, сол жастан бастап ұстағандары бұл құба-құп іс, құптайтындай іс. Бірақ тек сауатты түрде ұстаса оразаны, бұл ешкімге зияны жоқ, ешкімге кедергісі келтірмейді деп ойлаймын. Дұрыс. Ал осы подкастты көріп отқан жастар, әсіресе осы балиғат жасына толған оқушылар, естіп отқандарыңыздай көптеген
нәрселерден ораза айында шектелу керек. Газды сусындардан, әртүрлі жаңағыдай зиянды тамақтардан кішкене шеттетіліп, егер оразаны дұрыс ұстағыларыңыз келсе, дұрыс тамақтанып және дұрыс ұйқыны реттеу керек. Телефон дегенді қарап, бір түнді босқа өткізіп алып, не болмаса сәресіге дейін ұйықтамай жатамын деген ойды қою керек. Ұстаздарға Алла разы болсын, енді ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға дейді. Енді ол балдарды жаңағыдай қиналып қалмасын, жаңағыдай бір мына бүгінгі сабақтың тақырыбын түсінбей қалмасын деп, олар енді өздері балаға үйреткесін жерде соған болсын деп отырады ғой. Негізі басты себеп оразаны сол торатып, мына сабақ оқымай қалып, сабаққа келмей қалмай нәрсені сол нәрсе кедергі келтірмесе ешқандай зиян жоқ деп айтатын. Дұрыс. Жақсы, бұл енді түсінікті, жеткілікті болды деп ойлаймыз. Егер құрметті көрермендер, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, егер бұл подкастта қамтылмаған болса, енді арасында айта кетейін, осы видеоның астына комментарий ретінде жазып сұрақ қоюларыңызға болады. Ол жерде осы Нұрмұхаммед ұстазымыз жауап береді, қандай да бір сұрақтарға. Сондай бір мүмкіндік бар қазір. Енді келесі сұрағымыз, Рамазан айында енді күндіз ораза, енді той жасау, садақа беру күндізгі уақыттағы ол қалай болады? Және осы кездегі екінші сұрақ, ауызашар берудің әдебі. Соны қамтып кетсеңіздер. Біз жалпы осы ораза, Рамазан айларында көріп жатырмыз. Садақа беріп жатыр, 70-40 дейді. Ол берген дұрыс, бірақ Рамазанда ораза кезде Алла Тағаланың парыз болып тұрған жаңағы ауыз жабу керек дегенге қарсы келіп тұр да. Оны қалай жасаса болады? Осы 70-40 жаңағы басқа садақалар болсын, Құран оқыту болсын. Құран оқыту 70 бұл жерде бәрі Құран оқуға. Бұл жерде бәрі бір имам немесе бір молдан шақырып, ана жерде Құран оқытады, дұға жасатады. Бәрі біз Алладан сұраймыз ғой. Осыны дұрыстап жаңа жасау үшін ауызашар кезінде жасап жүрсе болады. Жаңа 70-40 осы жерде шақырып Құран оқысып, дұға жасаса, әлбетте сол кезде жасалған дұға қабыл болады. Қайтыс болған марқұмға сауабы жетеді дейсіз ғой. Одан да көп, мол болады да сауап. Дұрыс. Енді той жасау мәселесі, бұл да енді сол жаңа ауыз ашатын уақытқа. Ауыз ашып болғаннан кейін, кешкісі, түнде болсын, сол жасаған дұрыс болады. Дұрыс. Енді ауызашар ұйымдастырудың әдебі қалай болады? Және оны мен Еркебұлан сізге қойын осы сұрақты. Осы ауызашардың көп басы-қасында жүресіз ғой. Ауызашарды енді Пайғамбар хадисте қызықтырады ғой. Кімде-кім ораза ұстаушыға ауызашар беретін болса, ол әрі ораза ұстаушының сауабын алады, және ораза ұстаушының да одан сауабы кеміп қалмайды дейді. Сіз егер ораза ауыз аштырамын деп бір 30 адам шақырсаңыз, 30 ораза ұстаушының сіз ораза ұстаған сауабымен қоса, олардың әрбір жасаған амалдарында сауабы сізге тиеді. Әрбір ораза ұстаушы біреу сол күні бір Құран хатым жасап шыққан болуы мүмкін, біреу бір пара оқып шыққан болуы мүмкін, біреу Аллахтан 1000 рет зікір қылған болуы мүмкін, біреуге садақа берген болуы мүмкін. Солардың сол күнгі амалының бәрінен сізге үлес бұйырады. Сіз солардың аузын аштырған себепті. Сондықтан бұндай мүмкіндікті біздің қазақ халқы ешқашан жібермеген. Және ауызашар бұл қазақ халқында бір дәстүр ретінде қалып қойған. Сондықтан бұны бір қызықтыратын мәселе деп те ойламаймын. Бұл бәрі біледі, жасайды. Тек қана қазіргі уақытта енді әркім өз шаңырағынан ауызашар беріп, сол шаңырағынан Құран оқытамыз деген нәрсе бізде көбірек дамығанда, шаңырағынан жасаймын. Бірақ кейбір адамдар өз шаңырағынан бір 15-20 адам шақырып, көп адам шақыратын мүмкіндіктер болмай жатады. Егер сондай мүмкіндіктер болмай жатқан жағдай болып жатса, немесе бір бірігіп, біз ауылда қалыптасып қалған, құрдастармен бірігіп, достармен бірігіп, ағайындар 1-2 отбасы болып бірігіп, ауызашар ұйымдастырып жатады. Соған қазіргі уақытта осы Абдулла Хазірет мешітінің асханасында ауызашар беретін мүмкіндік бар. Осы неседе жарнамасы да шықты. Осы жерде бір 100 адамға ауызашар беретін мүмкіндік бар. Егер келіп, осы жерде асханаға біз үлкен бір 100 адамға, 120 адамға дейін ауызашар бергіміз келеді дейтін болса, біздің осы асхана қызметі дайын. Оған осы
асханамыздың арендасы жүреді. Ол арендасы осы жерде айтып кетейін. Ертең сұрақ болып жатса, білетін адам болса, асхананың арендасына сол ауызашарға 30 мың теңге кіреді. Оған яғни осы жерде пайдаланылған су, свет, жылуының ақшасынан қолданылады. Қалған уақытта өздері келіп, асын асып, дастархандарын жасап, сосын ауызашардың өзінің былайша айтқанда дастарханда аса төк болмағанда негізі жақсырақ. Себебі ас мәзіріне сол күні желініп қалатын тамақ қойылса, бұл өте жақсы болады. Себебі бізде енді барынша сауабы көп алам ғой деп, көбірек аса төктеп қойып жатады, бірақ ол желінбей жатады да. Желінбей қалып қойып жатады. Сұрапқа апару мүмкін. Сұрапқа апару мүмкін. Сондықтан барынша желінетін тамақтармен қарапайымдырақ қылып жасаса, бұл үлкен сауап болады. Және бұл ауызашар үлкен сауапты іс. Әрине, бұл сауаппен қоса, жаңағы ауызашар берген кезде қазақта айтады ғой, ай араласпаса ағайын жат деп. Бұл әсіресе ағайындардың жиі бас қосуына септігі тиеді. Және ол жиі бас қосылған жерде ағайынның арасында ауызбіршілік артып, бір-біріне деген сый құрметі бұрынғыдан да арта түседі деген жерде көп нәрсе қамтиды. Манағы Рамазан айының берекеті деген нәрсе де осының ішін түгел қамтып кетеді деп ойлаймыз енді. Осы жерде қосып кететін нәрсе бар еді. Мысалы, кейбіреулер ауызашар жасайды, ауызашарға ауыз ашықтар шақырады. Осы жерде ауыз ашық емес, ауыз жабық, жаңағы ораза ұстағандар шақыруымыз керек. Сол кезде ғана сауап болады. Ал ауыз ашықтарды шақыратын болсақ, тек тамақ ішіп кеткен болмаса, басқа еш нәрсесі болмайды оның. Енді ондай кісілер егер келіп қалып жатқан жағдай болып жатса да, ол кісілер өздері сезініп, барынша дастарханға отырғаннан қарағанда қызмет етіп жатса, оларға жақсырақ болады. Аузы бекітілмеген болса, егер енді бір құдасын шақыру мүмкін, бір енді ағайындарын шақырады ғой. Бұл ағайынымыздың үлкен ет деп шақырады, осы ораза ұстаған болса да, енді сондай кісілер келген жағдайда мүмкіндік пайдаланып, біреуге бір құрма алып беріп қойса да, су құйып беріп қойса да, қызмет ететін болса, ол кісі сол әрі қонақ болып келіп отырып, сауап алу мүмкіндігі болады. Қызметінде болған жақсырақ. Және бұлай енді ондай үлкен кісілер болады, денсаулығына байланысты ұстай алмай жүрген. Ол кісілерді шақыру ешқандай не жоқ бар деп ойлаймын. Сосын мысалы біреулерге кішкене насихат ретінде, бір арасында. Енді ол жаппай жаңа ұстамаған адамдарды ауызашар емес. Манағыдай бір өзіңнің бір қатарларың, я басқа бір ағайын туыстар бар, бір кішкене ыңғайсызданып жүрген, соларға кішкене жаңа көріп, кішкене насихат ретінде де мысалы. Кей жағдайда қойып кетіп жатады, сосын айтып жатады. Дұрыс. Мен де кішкене манағы осы айтылған нені ашып жатқаным ғой. Рахмет, жақсы сұрақтарға жауаптар болып жатыр. Енді келіндеріміз бар, жеңгелеріміз бар, мысалға ораза ұстағысы келді, Рамазан айы келіп тұр. Енді қай мұсылманның ораза ұстағысы келмейді дейсің, көбіне бір әртүрлі жағдайлар себептер болып қалып жатады. Сол кезде кішкене бір әйел адамдар әсіресе мешітке келе алмайды ғой, ол кісілер. Мешітке келіп, жаңа имамнан сұрауды мысалы ыңғайсыз көреді. Сосын ол кісілердің сұрақтары жауапсыз қалып жатады. Сондай сұрақтардың бірін мен қойғым келеді. Жүкті әйел адам немесе омырауында баласы бар, бала емізетін әйел адамдар бар. Солардың ораза ұстау мәселесі қалай шешіледі? Бұл хадистерде келген бұл мәселе. Осын мынандай мысал қылып келтіреді. Бір адам, мысалы, ауру адам ораза ұстай алмайды. Ол әр уақыт дәрі ішіп тұру керек. Емгізетін жаңағы әйелге немесе балаға зиян тиіп кететін болса, ораза ұстамаған дұрыс болады. Кейіннен толтырып кетеді, бірақ кейіннен сол қаза күнін сол туылған, бөпе туылғанда немесе емгізіп болғаннан кейін барып, сол қаза болған күндерді толтырып өтеп кетеді. Жақсы, қысқа әрі нақты жауап. Бұл үшін күнә алмайды дегенім ғой, оразасын жаңағы. Бірақ енді оразаның міндетті түрде қазасы өтелу керек дейсіз. Дұрыс. Ауызашар берудің енді сауабын айтып кеттік. Енді денсаулығы мүлдем ораза ұстауға келмейді. Манағы айттық қой басында. Мысалы, ұстайын дейді. Жоқ, ол манасы айтқандай дәрі ішу керек 3 мезгіл. Сондай кісілер, бірақ енді айтады, мен
ай балам ау сенің жасыңда болсам мен ораза ұстар едім деп мысалы ниеті айтады күшті ғой. десеңші. Иә, мен неге ұстамайсыңдар, мына Рамазан айын жібере алмасаңдаршы. Мен ғой сенің орнында болсам ұстар едім дейді. Әттең денсаулығым жоқ, мен дәрі ішемін. Я болмаса мен асқазаным ауырады, асқазаным бос қалса ауырады, сол үшін бос қалмау керек. Доғдыр дәрігер рұқсат берген жоқ маған деп. Сондай кісілер бірақ енді осы Рамазанның сауабын алып қалғым келеді. Енді мен не істеймін дейді. Сондай сұрақ болады. Сол кісілер Рамазанның сауабын қалай алады? Және ол нәрсені мойнынан қалай түсіреді парызды? Мойнынан қарызды түсіру, жаңа фиқхта, шариғатта, пайғамбар хадистерінде келген. Сол әрбір егер жаңағы ауру адам жазылмайтын ауру болса, мысалы хронический деп аталады, жаңа қайтқанға дейін осы аурумен қалып кететін болса, ол кезде жаңа Рамазанның әр күніне фидия төлейді. Мысалы шариғатымызда жаңағы есептеліп жаңа айтылып кеткен, жаңағы соны төлеп отыру керек. Ал егер уақытынша болатын болса, оның ауруы кейіннен сол күндердің қазасын өтейді. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, басқа оразада не істесе болады, қандай құлшылық, жаңа айтып кеткендей, басқа адамдарға ауыз аштырсын, немесе Құран оқысын, таравих намазына келсін, садақасын көбейтсін, құлшылығын көбейтсін. Жаңа осылай осы Рамазанның күндердің амалдарымен осылай толтыруға болады. Бұл жерде тағы бір сұрақ шығады. Фидия дегеніміз не деген? Фидия дегеніміз, яғни арпаның көлемімен, жалпы бидаймен есептеліп жатады. Сол кездегі астықтың мөлшері ғой. Енді қазіргі мезгілмен алсақ, бір мысалы бақыр міскінді 2 мезгіл тамақтандыру ғой. Бір адамды сәресімен ауызашарын берген секілді. 2 мезгіл тамағын беру. Енді біздің қазақ білесіз, әр нәрсені мөлшерінен төмен алса да бізде қазақ артығымен жасаған жақсы көреді. Енді соны бір адамға мысалы бір күндік сол 2 мезгілдің тамағының есебін есептеп, соны садақа ретінде беріп тұрады. Болмаса бір адамды емес, мысалы бір адамды мысалы 30 күн бойы 2 мезгіл тамақтандыратын қаражат кетеді бұл нәрсеге, фидия дегенге. Ал егер осыны мысалы өйтпей-ақ 30 адамды бір алып 30 адамды соны күніне 2 мезгіл тамақтандырса да болады. Бір адам бір күнде немесе 2 рет тамақтандырса болады. Болмаса манағыдай бір адамды алып алып соған күніне 2 мезгілден 1 ай бойы тамақтандырса болады деген. Ол жаңа мөлшерін бұл бірақ манағыдай асқазаны ауыратын, мүлдем денсаулығы ендігі айда болашақта жазылып кетеді ау деген үміті жоқ ауру бар адамдарға ғана хронический дегенге келеді ғой, хронический дейді ғой. Ал егер уақытша ғана сол айда ұстай алмайтындай болып, алдағы айдаларда ұстай алатын мүмкіндігі болған болса, онда сол айда ол кісі дәріні ішіп, аузын ашық қылады, денсаулығы жақсы болған мезгілде қазасын өтеп береді. Жақсы. Енді соңғы сұраққа да келіп жетіп қалдық. Мына Рамазан айы бұйырса 30 күн, кейде 29 күн болып келеді Рамазан айының оразасы. Соны ұстап болғаннан кейін жаңа айтамыз, енді бізде имамдардан, жаңа нелерден, енді қазір әлеуметтік желі дамыған кезде небір мүфтияттың ұстаздарынан естіп отырмыз ғой. Шәуәл айының оразасы дейміз, мысалы 6 күн. Ол сол шәуәлдің ішінде ұсталса болды деп атамыз. Оның жаңағы 6 күн ұстаса, 30 күнге 36 күн, бір жылда 360 күн бар деп айтып атады. Жаңағы бір жыл ораза ұстаған есебі болады деп, соны бір толықтырып жіберсеңіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келген, жаңа осы Рамазаннан кейін 6 күн, шәуәл айында 6 күн ораза ұстау керек. Ғалымдарымыз айтып кеткен, қай кезде ұстаған дұрыс. Абзалдығы бір күн жаңағы әр күн ұстаған 6 күн бойы тоқтатпай. Одан кейінгі дәрежесі, мысалы дүйсенбі, бейсенбі күндері, жаңа сол шәуәл айында сол күндерге ұстап кетсе. Жаңағы әрбір мысалы жақсы амал дейді, жақсы амал бір 10 есеге еселенеді. Сол сияқты шәуәл айында сіз 6 күн ұстайсыз, бұл 10 есе болса қанша күн болады? 60 күн болады. Ал біздің осы оразадағы 30 күніміз бар. 30 күн әр күн ораза ұстағанбыз, әр күні 10 еселеніп жазады. Сол кезде 300 болады. Осылай 360 болады. Егер қосылды. Сонда егер осылай ұстайтын болсақ дейді,
жаңағы Рамазанда 30 күн, 29 күн, Шәуәл айында 6 күн ұстайтын болсақ, бір жылдық осы құлшылық, оразамен құлшылық өткізгенде осында сауап алады екенбіз. Бұл үлкен мүмкіншілік, бұл есептенеді. Иә, манағыдай Рамазан айының біздің подкастымыздың басындағы айтқан бір берекелі ай дегеннің қаншама сол нәрсеге дәлел келтірдік. Мысалы, Алла Тағаланың сөзінен, Құран аяттарынан, Пайғамбар саллаллаху хадистерінен, мысалы, қай ішіндегі рәсімін алсақ та, содан бір үлкен бір берекетті көріп отырық. Мынадай бір тағы бір сұрағымыз бар. Егер адам, енді сұрақты ауқымды қылып қойайын, егер адам байқамай аузын ашып алды, мысалға, аузы ораза, бірақ байқамай жеп қойды тамақты, ол адам не істейді және қазасын өтей ме? Және екінші сұрақ, адам әдейі ашып қойды аузын. Мен бүгін аузымды ашайыншы, ертең бастап ұстармын деген сияқты, аузы берік болып жүрген адам әдейі аузын ашып қойды, және ол адамның қазасын өтей ме, және оразасы қалай болады? Сол туралы айтып кетсеңіз. Егер бір адам байқамай бір нәрсе жеп қойса, ішіп қойса, есіне түскен сәт, соны тоқтату керек. Тоқтатып, ары қарай оразасын жалғастырып кетеді. Сол күнгі оразасы жалғасып кете береді. Есіне түскен бойда тоқтату керек. Пайғамбар хадисінде келген бұл нәрсе. Егер бір адам әдейі ашатын болса, әдейі ашудың екі түрі бар. Егер бір адам жаңа алдын айтып кеткендей әлсіреп, енді болды, ары қарай ұстай алмайды, талып қалайын деп жатыр, сондай бір қатты қиын ауру қосып кетті деген сияқты, сондай нәрсе. Егер сол күн ұстайтын ашып жіберсе, ол кезде тек сол күннің ғана оразасын ұстайды. Жоқ, қазасын өтейді. Сол күннің қазасын өтейді. Егер біреу әдейі жоқ, мен ұстамаймын деп аузын ашып жіберді, шаршап кеттім деген сияқты, немесе бір тамаққа қызығып кетіп, ішкісі келіп кетті. Сонда қатты несеп, сол кезде егер ашып жіберетін болса, әдейі ол кезде сол күннің қазасын өтейді, және кафарат деген бар. Кафарат дегеніміз 60 күн бойы бір күн үзбей 60 күн ораза ұстап беру керек болады. Манағы әдейі ашқан бір күн өтеу үшін. Бір күн өтеу үшін кафараты сол болып есептелінеді. Соның әдейі ашқанның күнәсін жаңа жойып, 60 күнмен жояды. Бұны естіген адам әрине әдейі аузын ашады деп, әсіресе өзім Құдай сақтасын, үйтіп ойламаймын. Ол әрине 60 күн өтеу оңай болмасы анық. Сондықтан құрметті көрермен, ауызды шама келсе, ден сау болып тұрса, әдейі ашпаған жөн екен. Алла Тағала және осы Рамазан айының оразасын қаза қылмай толықтай өтеп шығуға баршамызға мүмкіндік берсін, денсаулық берсін. Осы енді шағын ауыл ішілік, сағыз ауыл ішілік енді жасалып жатқан подкаст. Бұл енді жалғыз сағыз ауылына емес, барша осы сұрақтар мазалап жүрген барша мұсылман қауымына бір жақсы жауап болады деген ойдамыз. Ал құрметті көрермен, осы қандай да бір сұрақтарыңыз болса, Рамазан айына қатысты бір сұрақтарыңыз болса, астына комментарийға жазып кетсеңіздер, осы Нұрмұхаммед ұстазымыз сіздерге толықтай жауап береді. Ал рахмет, біздің осы шағын ғана ауылдағы түскен подкастымызды үлкен бір аудиториясы, көрермені көп болған парақшаға айналдыру баршаңыздың қолыңызда, тіркеліп және лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермен, сіздермен бірге болған Абдулла Хазірет мешітінің имамы Нұрмұхаммед Шахасанұлы және жамағаттың белсендісі және ауыл белсендісі деп айтуға Еркебұлан Серқалиұлы және мен жүргізуші Медет Тоқбергенұлы. Дұз болмаса ет бұзылады, дін болмаса ниет бұзылады демекші. Рамазан айынан ниетімізді дұрыстап көруді Алла нәсіп етсін.